Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге тез арада дайын болатын өте дәмді салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге піскен ет керек. Оны майдалап турап аламыз. Ыдысымызға саламыз. Үстіне туралған қызыл тәтті бұрыш қосамыз. Келесіде қызанағымызда туралған және тұздалған қозы құйрық консервідегі. Айта кететін жайт, егер кім тұздалған қозы құйрықты ұнатпайтын болса, орнына тұздалған қияр қосуға болады. Келесіде консервідегі үрме бұршағымызды қосатын боламыз, яғни фасоль. Фасольдің қай түрі екеніне маңызды емес, қызыл түрі немесе осындай ақшыл түрін қоссаңыздар болады. Болмаса, қайнатып қоссаңыздар да болады. Үстіне салат жапырағын турап қосамыз. Аздаған тұз және қара бұрыш қосамыз. Мен бұл салатқа 1 шай қасық соя соусын құйдым және 2 шай қасық оливковый масло, яғни зәйтүн майын қостым. Осыдан кейін барлығын жақсылап араластырып, ыдысымызға саламыз. Бұл салаттың бір жақ жері өте тез дайын болады, тек піскен етіңіз болса болғаны. Әрі дәруменге бай салат. Кез келген дастарханның көркін ашады, жай күндері де немесе мерекелік дастарханға да даярласаңыздар да болады. Сіздерге де кеңес беремін, дайындап көріңіздер.